Ал салем достар, сіздер Нұрөлет Перлеті каналынасыз. Және де бүгін Әлет екеуміз жаңғыртатын боламыз. Кім 1 сағаттың ішінде ең ұзақ жол жүреді достар. Короче, достар, мен Әлетті бүгін ұтатын боламын. Видеоны доказы көне қойыздар дегесің бе? Әлет, мен сен ұтам. Короче, келісіп ойықшы, ана қаға кетесің бе? Мен ана қаға кетемін. Онда кетіп бастаймыз. Ал онда достар, осы видеоны доказы көріңіздер. Аппаратына отчет бастаймыз. Кетті бол. Кетті 1 сағатта кейін жолғамызға дөш. Тура біздің үй. Біздің үйде қанша километр асқанымызды есептейтін боламыз. Кім ең ұзақ километр жүрді, соны көретін боламыз. Кстати, достар, отқан адамға 10 000 теңге приз болады. Ал кеттік. Ал достар, арада уже 5 минут өтті. Мен где-то 450 метр жүрдім. Кішкене примерно реттаған не істеп отыр екен. Әлет примерно бір ары кетсе 100 метр жүрген шығар. Мен де сол жобада келатырмын, 100 метрдей. Құдай қаласа мен Әділетті осып кетемін достар. Ал айталып қандағы жаға кетіп қалайын ба 1 сағаттың ішінде. Бірақ ол қадым жете алам ба 1 сағатта? Тауға дейін. Көрейік, достар, кеттік. Кентаудағы Көктөбеге мінен отыр. Уже 10 минут өтті примерно. 10 жарым. Мен ана 1 километр жүрдім. Әлі шаршаған жоқпын. 15 километр жүріп алатын шығармын. 15, 10. Ал кеттік. Мына көрсем мороженое жегім келіп қоймайды. Тоқтауға. Сосын жүгірдік. Ал достар, мен магазинге кіріп өзіме мынандай су алып алдым. Бірақ сол уақыт ішінде примерно 2-3 минутта жоғалтып алдым ше. Надеюсь, Әділет менен осып кетпеген болар. Өйткені мен су алдым, короче. Су ішкен кетті, шөлеп кетті ше өз-өзімнен. Қиналып кеттім, короче. Негізі су алмай жүре бергенде мен қайта ошада оқта кетіп қалдым. Ладно. Кеттік. Ал достар, уже жарты сағат өтті мен. Көктөбе көрініп тұр да, жарта кетіп қалдым мен Көктөбеге. О, Көктөбеге мінсең бәрі Кентау көрінеді екен. Ал тағы да осындай жол жүрсем, жетем уже. Жетіп қалайын деп қалдым. Ал достар, арада уже 20 минутта өтті. Ал мен парк жақта жүрмін, осы паркте. Осы паркте түнде қону керек еді. Құдай қаласа мен қазір Кентаудың осы шетіне қарай баратырмын. Әділеттен озу үшін. Анау Кентау шығатын шетке кетіп қалса да. Если Нұрәлтаға да Көктөбеге барса, онда екеуміз бірге кездессе, екеумізде де ничего бола ма сонда? Достар, комментария жазыңыздаршы. Нұрәлтаға 10 000 теңге белгі болады. Нұрәлтаға заработать етші. Ал достар, біз поездқа осы өлең айту үшін келдік. Ал достар, қолдап жіберіңіздер. Осы адамдар бәрі мені көру үшін келді достар. Қазір концерт ұйымдастырып жатырмын. Көк жигули, көк жигули. Ал достар, мен Кентаудағы ең новый поликлиникаға келдім. Кентау қалалық емханасы. Уже 40 минут болыпты, примерно 40-45. Кішкене жүрсем уже неге жетіп қалым. Білет? Үйі болмай. Көктөбеге, Көктөбеге. Ал достар, арада примерно 40 минут өтті. Ал мен болсам қарасаңыз, темір жолға келмер, Кентаудың шетіндегі. Ана қараңғы таулар, ана осы көріп тұрсыздар ма? Сол жаққа дейін жаяу барамыз, примерно 10 минутта жүреміз ол жаққа дейін ше. Примерно ол жақтан үйге дейін қанша километр екен, интересно, бірақ 1 сағат болады ровно, сол кезде есептеп көреміз. Надеюсь, Әділет ұтатын боламын мен. Ал достар, ше, білесіздер ма, қазір аккаунтта Не қылып жүрсіңдер? Ал достар, мен 5 минут. Ровно Ал достар, уже 25 минут өтті. 5 минутымыз қалды. 5 минутта осыға шығып үлгеремін деп ойлаймын. Ашкен анда темір қойыпты. Типа аттап өте алмайтын ол жақты. Осының кеште қазір шығып көрсететін боламын. Достар, мен
10 километр болса ше түнде келсем вообще зор. Водохранилище. Кстати, кішкентай көрінеді. Достар, мен 4,5 километр жүріппін. 1 сағат. Бро, осы үшін келдім бе ше? Осы бетті. Мұратта қаға келген үйде көреміз. Ал достар, мына мостқа міндім. Мынау уже Кентаудың шеті достар. Мына Кентау болса, мына Кентаудың шеті қарсыңыз. Ары қарай үйлер жоқ. Міне бір-екі шама үй бар. Мына мостқа қарасаңыздар, адамдар жазып тастаған. Сені сүйем дейді. Альбина дейді. Короче, мынанда жазулар міне. Рахат дейді, короче. Міне 22-10-2018 жыл жасағаннан біреу. Короче, күшті. Достар, қазір үйде қанша километр екен. Ал достар, арада уже 1 сағатты өтті. Есеп бойынша мен анда картада көрдім. Мен оказывается 3 километр 300 метр жүріппін осы 1 сағаттың ішінде. Ал енді кетіп үйге қайтамыз. Және де әділет қанша километр жүріп соны көретін боламыз. Кеттік. Әдөш, сен уже үйге кіріп қойғансың ба не? Вообще қанша километр жүрдің сен? 4,5. 4,5? 3,5 километр жүрдім. 3 километр 300 метр. 10.000 теңге. Гани. Ладно. Мен бірақ не істедім ғой, мен жолда суға тоқтадым. Короче, мынақта көрермендерге өлең айтып бердім мен. Ну ладно, 10.000 теңге берейін қазір. Ал достар, әділет мен ұтады деп вообще ойлаған жоқпын менше. Ё-май, ол менен кәдімгідей 1 километрдей ұзақ жүрген ғой менен. Кәдімгідей 1 километрдей ұзақ жүрген. 1 километр даже 300 метрмен бірге. Мәссаған. Менше негіз әділетті шлиді недооценить еттім. Мен ойладым, ол аяқтар кішкентай. Мен смело ұтып қоямын деп ойладым, бірақ жоқ, олай болмады. Ол мен ұтып кетті. Әділетке, короче, уважение. Қазір оған 10.000 теңгесін заслужен, 10.000 теңгесін беретін боламын, достар. Және де достар, осындай видеолар тағы шығарғанымызды қаласаңыздар, осы видеоның астына 5.000 лайк жинатсаңыздар, тағы да бір часть шығаратын боламыз. Мә, әдөш, 10.000 теңге. Заслуженно. Красавчик. Ал онда достар, егер де видео қызық болса, лайк, коммент және подписка батырмасын басып кетіңіздер. Және де достар, келесі видеоларда кездескенше. Пока.